Содан соң екі қолды алқымға салды. Елестің қолының табынан оянып кеткен әйел аласұра қарсыласты. Даусы шықпай қырылдады. «Шалиға, ойбай, ойбай!» дейді. Үйдегілер шырт ұйықта. Шешесінің аяқтарының ербеңдегенінен Ергенбек оянып кетті. «Апа, апа!» деп қыңқылдап шешесіне жармасты. Сол кезде Елестің қолдары шеңгелін босатып, Хадишаның тынысы кеңіп, көзін ұлғайта ашып, жан-жағына қарады. Терезеден түскен сәулемен таңғы елес боп, Арслан ғайыпқа сіңіп бара жатты. Ақ көйлек дамбалынан, күжірейген желкесінен, ұстарамен қырғызған басынан, артынан жирен қара шалын анық таныған әйелдің қайта көзі ілінбеді. Қолымен кеңірдегін ұстап көрді, ауырмайды. «Бісміллә» деп даусын шығара айтып көрді. Тілі де үні де бар. Аяқ-қолын қозғап көрді. Бәрі орнында, өз қызметін атқарып тұр. Тек жүрегі дүрсілдей соғады. Ақырын басын көтеріп жайлап тұрды. Сап-сау. Ойпырмай, сорлы жирен шалға бір құран бағыштамапты-ау деп ойлады іле-шала. Не деп бағыштаймын? Өлді деуге молаш жоқ. Көмгенін өзінен басқа тірі жан көрген жоқ. Әсілау, соның қанау төрегелдіні жібермеген. Енді кезек маған келген шығар деп ойлап зәре-құты қашып таңдатырды. Шай үстінде Шалиғаға: «Арсланға бір құран оқыту керек еді» деп көріп еді. Онысы: «Ханым, тірі адамға құран оқыта ма екен?» деп шошып кетті. «Кім біледі, заман алмағайып болып кетті ғой. Тірі деймісің?» деп міңгірледі. «Иә, қожайыным, тірі болса жалғызын іздеп бір келер еді ғой» деп Шалиға тіпті көзіне жас алды. Ойпырмайдың адалдығынан Хадиша тірідей жерге кірді. Өмір бойы жирен шалдың кірін жуып, қалған асын ішіп, қорасында жатқан Шалиға дәл осы сәтте адамгершіліктің ұшар басында тұрды. Хадиша үшін ішкені алдында, ішпегені артында, асылдан киім кигізіп, таупандай ұл сүйгізіп, астынан алтын пәуеске түспей үлкен үйдің ханымы болып алшаңдатқан арысын өзі зынданға көмдірген әйелді әрі сотты соттап, ұяты тұншықтырды. Ертесі бейсенбі еді. Түскі асқа дейін жетшілпегін пісірген Шалиға: «Ханым, көрші құланға айтайын ба? Қожайынға құран оқытып жатырмыз» деп шалғышына қолын сүрте сөйлей кіргенде жайнамаздың шетінде отырған Хадишаны көрді. Үндемей есік түбіне бір тізерлей отыра кетті. Ханымының намазын аяқтағанын күтті. «Сен намазға жығылғасыз ба?» деп таңырқап сұрады жайнамазын жинап болған соң Хадиша. «Бастадым. Баяғыда көкем үйінде жүргенде Нәсірәт молдадан біраз дәріс алған едім ғой» деді аздан соң барып. «Ешкімге жар салмай-ақ қой. Екі ұлмен өзіміз-ақ отырып құран бағыштаймыз» деп сөзін жалғастырды. Құран бағыштаса да Арсланның әруағы Хадишаға тыныштық бермеді. Түн баласы елеспен алысып шығатын бейшара әйелдің жүйкесі тозды. Сіркесі су көтермейтін халге жетті. Үйде жалғыз қала алмайды. Оңаша қалса болды, елес жетіп келеді. Көктемді көкөзек шақта сол елеспен оңаша сөйлесетін болды. Ондайда Шалиға: «Ханым, маған бірдеңе дейтіңіз бе?» десе, оны сандырақтап: «Жоқ, баяғы Арслан ғой келіп тұрған» дейтіндей халге жетті. «Бісміллә, ханым, үйде екеуміз-ақпыз ғой. Сіз өткенді ойлай бермесеңізші. Аман болса бір келер деп күтуші ханымның қылығынан шошына бастады. Жалғыз қалдырмауға тырысып жүрді. Жазға қарай Хадиша алдағы қысқа отын даярлық жасап жүрген баласымен алысты. Отын қораның қоры азая бастапты. Отын түсіріп, соны толықтырып қояйын деп тірлік жасап жатқан Тауфиқтың аяғына оралып әбден мазасын алды. Түк түсінбеген бозбала жарылған отынды екі інісімен отын қораға тасып алғанша анасын Шалиға апасына бақтырып қоюына тура келді. Үй қамаққа қалған Хадиша Арсланның елесі ұлын қылғындырады деп ойлап жылап, сыртқа ұмтылып күтушісінің мазасын алды. «Ханым-ау, жылда істеп жүрген тірлік емес пе? Бұрын ермек жинайтын еді, енді Таупанжан өзі өсіп қалды. Өзі жинап жатыр, несі бар? Енді кім шақырамыз?» деп тіпті киіп те алды. Хадишамен алысып жүріп қысқа отында жиналды-ау. Сол түні Хадиша үйден далаға қашып не Шалиғаға, не Тауфиққа бой беретін емес.
ойпырмайдың қу сүйегі қалғанына қарамай күштісін-ай. Кетем. Бұл Арсланның үйі, менің үйім қырда қалды. Төрем де сонда кетті. Мен де сонда кетем деп жұлқынады. Түнімен алысып күтушісі де, ұлы да таңға жоқ шаршап құлады. Хадиша да дамалдағандай болып еді, таңғелес оны қайта оятты. Жүр, қырға барамыз деп шақырды. Маңдайынан сипап, қолынан жетектеп есікке апарды. Хадиша баяғы жас кезіндей Арсланның артынан еріп кете барды. Есіктің ілгегі салынбаған екен. Әйелдің сыртқа шығып кеткенін таңғы ұйқыда жатқандар сезбеді. Сонша ен дәулетке жеткенше армандап, айттырған жерінен айнып келген үлкен үйінің қақпасынан азға шыққан Хадиша аяқ-аяғына шықпай жүгіріп, елес керіп сарыарқаға сіңіп жоқ болды. Қарқаралының қырындағы үлкен үй көптеген жылдар бойы иесіз қалқиып тұр еді. Биыл көктемде сол үйдің ішінен ілгектеліп тасталған ағаш терезелері шалқайта ашылып, әйнектерін күн сүйді. 10 шақты жыл бойы жабық тұрған дарбазасы да айқара ашылып, содан басталған Қарқаралының жалпақ қара тас төселген жалғыз аяқ жолмен ары-бері үйге көштің дүниесін тасып жігіттер мен келіншектер жүре бастады. Енді біреулері үйдің ішінен әлдебір затты сыртқа таси бастады. Күн көрмегеннен көрпе төсегі көңірсіп кетіпті, деп мосқалдау әйел көрпе жастықтарды ағаш қоршауға арта бастады. Бұл заманында ақшамен самауыр қайнатқан саудагерлердің үйі ғой. Белдеуінен ат кетпеген, босағасынан кісі үзілмеген, осы өңірдің игі жақсылары бас қосатын Ақсарай үй болған деседі. Құнанбай қажы мешіттін салдырып жатқанда осы үйге түсетін көрінеді. Абай да талай қонақ боп келген дейді, деді Сәкіте жастардың тірлігіне қарап отырған Тұрғанбек ақсақал. Енді бұл үй неге қаңырап қалған? Иесі өлсе балалар қайда? дейді үлкен үйдің ендігі ханымы болғалы тұрған Раушан сұлу. Балам-ай, қайда дейтіні бар ма? Тұрымтай тұсымен, балапан басымен болған заманда бір жанның амандығы үшін дүние мүлкінен безіп кетті де. Бұл үй 10 шақты жылдан иесіз тұр. Аудандық кеңестің тізіміне алынғалы бері есік терезесін шегелеп тастаған екен. Енді қызметке ілінген жастарға 2 бөліп, 2 жағынан есік шығарып береміз депті дегенді естігем. Өсержанның еңбегін елеп сендерге берген ғой. Тазалап болған соң шешең отпен аластап шықсын. Мен Құран оқып жіберейін, деді үйдің жөн-жосығын түсіндіріп әкесі қызына. Әйелдер жағы үйдің ішін жуып тазалап, еркектер сыртты жайғастырып жатты. Сырттағы ошаққа қазан орнатылып, оған шелпек салынып, Құран оқылып, аудандық оқу-ағарту комиссариатының бастығы Өсер Шапанбаевтың отбасы үлкен үйге қоныстанды. Бізге есікке жақын мына 2-3 бөлмеде жетеді ғой, дәлізі жақсы екен. Қайратжан жүгіріп ойнағанға деп қояды Өсер. Шүкір, шүкір, дей береді анасы Асиқа. Мына төсек қандай биік әрі әдемі, дейді келіншегі Раушан. Сол жылы алтын күрек ерте соқты. Аштықтан да, ақтаңдақты жылдардан да сүйретіліп шыққан Қазан даласында қалың қар ерте ери бастады. Сарыарқаның даласы тез арада қара тақырға айналып, сол тақырларға қылтиып көк шыға бастады. Дауыл алдындағы теңіздің тыншуылы күйіндей алапат соғыс алдындағы бір мамыражай көктем басталды. Осындай жайлы көктем қырдағы елдің еңсесін көтеріп, жаңа туылған қозылақтарын ертіп қырға қой жайыла бастады. Өрістен сиыр емшек сыздап қайтып, құлын тайлар тебілісті. Күнара аспан асты шатыр-шұтыр назағай ойнап, көктен нұр жауатын. Биыл астық мол болып, жан-жануар тоқ болатын болды деп кемпір-шалдар болжам жасады. Колхоздың қамбасы астыққа, өрісі малға толатын болды деп халық риза. Осындай жақсы жаңалықты қырдағы ауылға 7 жылдық мектеп ашқалы барып келген Өсер анасына майын тамыза әңгімелеп берді. Құдайға шүкір, лайым жақсылығы мол болсын, деп қояды Кейуана. Апа, мен Жұлдыздыға барып мұғалімді кетсем қайтеді, дейді келіні. Ойбай, күйеуің мында, өзің анда не болғаның? О несі-ай, үйде отырсаң біреу қуа ма, деп енесі жақтырмай қалды. Мұндағы мектептердің бәрі орысша ашылып жатыр. Мен тіл білмеймін ғой. Жұлдызда көкемдердікіндей болсам,
өздері келіп тұрады ғой. Бір жылдай мұғалімдік үйренісіп қайтайын деп қоймады келіне еркелей сөйлеп. Тәйтәрі, алдымен аман-есен туып ал. Заман тыныш болса, ел-жұрт аман болса бәрі болар. Өсер аман болса, осында-ақ мұғалім боласың. Сені Алматыға жіберіп мұғалімдік оқытам деп жүр ғой жарығым, деп ары қарай Асиқа шешей жалғыз ұлын айналып толғанып кетті. Раушан өзінің екіқабат екенін ұмытып, енесі мен күйеуіне еркелеп, Жұлдыздыға мұғалім болам дегеніне ұялғандай кешкі астың дастарханын үнсіз жинауға кірісті. Ананың жүрегі сезген екен. Заман тағы тыныш болмады. Ат ауыздықпен су ішіп, ер етікпен су кешетін кез күтіп тұрған екен алдан. Соқамен жыртқан жердің сүртігері көктемде жайқалып шықты. Елдің баққаны етектегі егенімен өрістегі малы. Көктеуден көшкен малды ауылға көкшіға қалалықтар жиі баратын болды. 2-3 жеті бұрын мал төлдетісіп еді, енді қой қырқысуға келеді. Ала қыстай арқаның суығына тоңып, сыздық қорада үстер су астанып, жүндері жабысып қалған қойлар ен-тегін көкке жетіп, жабағыларын сілкіп бой жазды. Ауыл-аймақ жапа-тармағай қой сауып, ауыздары аққа жарып қалды. Қаладан келгендер меске сүт, айран құйып алып кетеді. Кейбір пысық әйелдер майда шайқай бастады. Сүт пен айранды күні-түні ішкен балаларды әреңденіп қалды. Қалалықтар айран сүт ішіп оңалалық деп қырға сықты. Өздері бір реті келгенде Раушан мен Қайратты малды ауылға әкеліп тастады. Раушан қыз-келіншектер мен қой қырқатындарға тамақ жасасып, қолы босай қалса қысқа құрт-май әзірлеп тыным таппайды. Көрпе-төсек жаңалап алуға деген таза жүнді де жеңгесі Сәнімгүл бөлек түйіншектеп беріп те қойды. Ал Қайраттың ойынға тоймайтын кезі. Күні бойы сиыр жүнінен жасаған жүн дөппен, одан қалса асық ойнап үйге келмейді. Қап-қара болып күнге күйіп бойы да өсіп қалды. Демалыс күндері өсерде қырдағы Раушан мен Қайратқа жеткенше асқатын. Мандолинасына ала келіп, кешкі салқында ауыл жастарымен бірге ән шырқайтын. Домбырамен Мәдидің, Иман Жүсіптің, Абайдың әндерін төгілдіретін. Раушанның да тәп-тәуір ән салатыны бар. Екеуі қырдағылар Жібек пен Төлегеннің қосылған түрі дейтін. Қырдан қалаға қайтар жолда өсер Раушан мен Қайратты Қырық қыздың ауылы деген атпен халық аузында қалған ескі мекенге алып барды. Аңыз бойынша бұл бағзы заманда Шыңғыс ханның Бату деген ұрпағының қызы жанындағы нөкерлері қырық қызымен еліне қайтып бара жатқан жолда арқада қар қалың болып қыстан шыққан орны деседі. Ханшайымның сарайы болды десе сенетіндей. Үлкен бір бөлме бөлекше тұрда, маңайында көптеген тағы бөлмелердің орны бар. Сол мекенде қанша жасқа келген кім білген, кәрі терек әлі жайқалып тұр. Қырық қыздың ауылының орналасқан жерде керемет. Қоршаған таудың ішінде ық жел соқпайтындай. Ортасынан заманында аққан жіңішке өзеннің ізі жатыр. Маңайында хош иісті гүлдер мен шөп жайқалады. Қой бүлдіргеннің көптігі сондай еңкейіп қалып қолыңмен үзіп жей берсең болады. Әкесі, шешесі, баласы үшеуі жарыса жүгіріп жүріп бүлдірген теріп жеді. Мынадан апама да теріп алайық деп өсер атқоржынның бұрышынан қалта тауы әкеліп бүлдірген сала бастады. Апам арғы көшедегі Тая дейтін орыс кемпірмен танысып достасып алыпты. Ол кісі шақпақ қантты талқандап езіп бүлдірген қосып қайнатып тосап жасап алады екен. Апама да көрсетіпті. Соны өткенде айтып отыр. Шынында тере барайық, деді Раушан әйелге тән ұқыптылық танытып. Онда жолдан дүкенге соғып қант ала барайық. Бар болса болды ғой, ол да бір қат дүние, деп қояды күйеуі. Апа, тосап деген не, дейді Қайрат. Әжең жасағанда жеп көресің, сені сағынған шығар. Неше түрлі дәмдісін жеп отырған болар, дейді әке-шешесі. Тарихи жер көріп, бүлдірген теріп, енді үйлеріне асыққан үшеу аттарын желдіртете түседі. Күн бата әжелермен шұрқырай табысты. Құлдықтарым, құлдықтарым, садағаларың кетейін деп басталатын Асиқа шешей жер бетіндегі ең жақсы теңеулердің бәрін балаларына үйіп төгіп жүріп дастархан жайды. Онда елдегі ағайынның жағдайы сұралып, туыстары Нұрқаділдің қызы Толқынай ұзатылы жайлы әңгіме болды.
Содан соң баяғы әдетінше Қайрат: «Әже, мен келгенше жаңа ертегілер ойлап қойдым ба?» деп әжесінің көрпесіне күмп береді. «Құлынынан сол, қозысынан сол. Әжең саған ертегі ойламағанда ай бағып жүрді ме екен? Осы үйге сыймай кеттім емес пе? Ертегі дегенді қойша айырып жылқыша сусаттым. Қазір саған біреуін асықша атам» деп сөйлей отырып кимешегін шешті де немересінен әпшу әпшу деп насыбайын атып алып жастыққа бас қойды. Ерте ертеде ешкі жүні бөртеде, қырғауыл жүні қызық екен, балақ жүні ұзық екен, балқан таудың басында, балбыр қоян қасында деп келіп жатыр еді Қайрат. «Әже, біз көкем, апам өткенде ауылдан келе жатқанда балқан тауды көрдік» деп басын көтерді. «Сол балқан таудың басында, әже, 40 қыздың ауылына да бардық». «Ой жарығым, көрмеген жерің қалмапты ғой. Көкең сен дәу жігіт болып қалды деп жүрген ғой. Ары қарай тыңда. Балқан таудың басында, боз жорғасы қасында, Бозымбай батыр келе жатыпты. Темір мылтық асынып, дұшпандарын басынып» деп әжесі ертегісін жалғастырады. Немересі әжесінің ертегісін тыңдап жатып бауырына кіріп рахаттанып ұйықтап кетеді. Раушанның әкелген жүні Әсиқа шешеге ермек болды. «Раушан, мынауың оң болды-ау. Біраз төр көрпе жасап алайық. Сен аман-есен босанып бөпеңді қырқынан шығарарда құдағилар келер. Солардың астына жаңа көрпеше салайық» деп апта бойы жүн сабап түтті. Сабаудан қары талса да Раушанның бұл іске араластырмады. Қазір екіқабат әйелдерге мұндай ауыр жұмыс істетпеген баланың кіндігі мойнына оралып қалады деп ырымдаған деп өзі жалғастырады. Одан кейін көрпенің қаптарын қол мәшинесімен зырылдатып отырып тігіп алды. «Апа, ең болмаса осыны мен істей салайыншы. Күш қажет етпейді ғой» десе де көнбеді. «Болмайды қарағым. Аяғы ауыр әйел жүні еріп іс тікпейді. Қадалып ұзақ отыруға болмайды. Одан да көбірек қимылда. Сонда жеңіл босанасың. Қайратта тұмса болдың, тұңғышыңды шалатудың. Енді бұл баланы толықту, батыр болсын» деп қояды да өзі көрпешелермен алысып кетеді. Сол күні таң азаннан қақпа қағылды. Дүрс-дүрс етіп жер дүниені сілкінтті. Раушан шошып оянды. Өсер онысы да ерте тұрған, жуынып шайынып жатыр екен. Дарбазаға қарай жүгірді. Раушан терезеден қарап тұр. Алқын-жұлқын болып военкомда істейтін Мәзінбай кірді. Етігін сарт-сұрт теуіп дарбазаның алдында тұрып-ақ суық хабарды жеткізді. «Қанат Чопанбаевич, Германия бізге соғыс жариялапты. Еліміздің батыс жағын бомбалап жатыпты. Аманбек Хакимович бәрілеріңізді жинап жатыр. Халыққа хабарлау керек деді» деп өзі де жуан суық даусымен айтып шықты. Өсердің жүрегі орнынан қозғалып кеткендей болды да хабаршыға ешбір сауал қоймастан «Қазір жетем» деді де үйге қарай жедел адымдады. Терезеден қарап тұрған Раушанда бір сұмдықтың болғанын сезгендей есікке қарай ұмтылды. Әсиқа шеше немересімен өз бөлмесінде ұйықтап жатты. Ерлі-зайыпты екеуі алакөлеңкеде дәлізде кездесті. Өсердің түсі қашып кетіпті. Раушан да Құдай сездіргендей болып не болды деуге қорқады. Бір-біріне үнсіз қараған қалпы қонақ бөлмеге өтті. «Раушан, сен қорықпа, отыр» деді күйеуі. «Бүгін таңға жуық Германия Совет одағына қарсы соғыс жариялапты» деп даусын барынша жұмсартып айтып шықты. Раушанның қабағына бір қарап алып ары қарай жалғастырды. «Соғыс жариялағанмен кейде екі жақтың басшылары кездесіп бір-бірінің талаптарын орындаса басталған соғыс тоқтап қалып та жатады» деп аяқ жағы тіпті жатақтатып жіберді. Екіқабат келіншегі шошып қалмасын деп: «Мен тезірек жұмысқа жетейін. Аманбек Хакимович жинап жатыр деп келіпті жаңағы Мәзінбай» деді де сәресін де ішпей сырт киімін кие бастады. «Жаман екен, жаман екен. Апама айтайын ба?» деді зәресі ұшқан келіншек. «Жоқ, әзірше айтпай-ақ қой, қорқып жүрер. Мен бір айналып соғармын» деді де шығып кетті. Раушан суы отырған қалпы ұзақ отырды. Өсер айналып соға алмады. Басшының басқосуынан шыға алмай өзі өкіл болып бекітілген жұлдыздыға тартты. Содан күн ауа оралды. Раушан соған дейін ұйықтамай күтіп отырды.
Апасы күндіз дүкенге барып келмек болып еді, жібермеді. Суық хабарды сол жерден естіп қалар деп. Апа, мен біртүрлі болып жүрмін, үйден ұзамаңызшы, деді жалынғандай болып. Сол-ақ екен Әсиқа. Бісміллә, бісміллә, не жаман түс көрдің бе? Неден шоштың құлыным, деп басын тап, отпен аластап, одан қалса тас ұшық жасады. Бейбіт патшама пірім жар бола көр. Ата-бабамның аруақтары желіп жебей көр. Тілі бардың тілінен сақта, көзі бардың көзінен сақта, жаман қатындардың сөзінен сақта. Кет, бәлекет, кет, тау айналып кет, сумен келсең су айналып кет. Асықтырма жаратқан, ай күн толтыра көр, деп сарнай жөнеледі. Өзің де бір жамансың, әрнен көңілге аласың. О несі? Тағы шала туайын деп жүрсің бе? Айттым кеше сол кірі құрғыды жума деп келініне ренжіп. Әбден ес шыққан байғұс ананың алдынан не күтіп тұрғанын қайдан білсін. Ет салып қойдым, кір жуамын деп суықтап қалғансың ғой құлыным. Өлгенде көрген қызығым, деп айналып толғанып та алды. Қайтсын енді, 5 баладан жалғыз қалған өсері, 5 ұлдан айырылып қалғанда көрген өсері, тұқымым жалғасар ма деп өлгенде көрген өсері, күйеуі ашаршылық жылдары жалғызының тайға мінгенде көре алмай құрт ауруынан кетті. Содан өзі әркімге жалынып кір қоңын жуып, отын жағып, сиырын сауып жүріп өсерін өсірді-ау. Алдымен ауыл молдасынан тіл сындырып, әліп танытты. Кейіннен Қарағандыдағы жалғыз інісі алып кетіп оқытып берді. Артынан коммунист болдым деп жүрді жарыға. Қарағандыдан келе ел басқарды. Осы Раушанды өзі сүйіп алды. Байдың немересі екен. Сол кезде заман аумалы-төкпелі болып басылған еді. Баласының ел сұрап тұрғанына тоқтады ма, еркелетіп өсірген қыздарын қалың сұрамай-ақ ұзатты ғой. Одан қайратын көрді. Келін аяқ-қолы шидей неме екен. Тұмсасынан шала туды. Адам болмай ма деп қорқып жүріп тымаққа салып бағып алды. Артынан 7 жылдай қара ермей жүреді. Әкесіне ұқсап жалғыз болып қалама деп жүргенде Құдайға шүкір, келіні биыл бірдеңе көтерген болды. Ендігі баққаны соның жүрген тұрғаны, ішкен жегені қабағы. Жаратқан-ау, жомарт едің ғой, мен тағы бір қуаныш. Қайратымның соңынан бірдеңе ілестіре көр, деп жалбарынады байғұс ана күні түні. Келін сорпалатып жатқызып қойды. Ұлы әлі жоқ, не түске келмеді. Өсержан тағы жұлдыздыға кеткен ғой, егіннің уағы емес пе? Деп келіне қарап сөйлеп, күні бойы жоғалған ұлын ақтағандай болды. Бәрін біліп жатқан Раушан не десін, үндемеді. Алдымен Қайрат келген қас-қарая, балалармен ойны қанып даладан. Апа, көкелер соғысып жатыр дейді балалар, деді. Қой, қайдағын айтпа, соғысқан несі? Жай естігендерін айтқан шығар, деп шешесі мән бермеген себеді. Бала тақымдап қояр болмады. Апа, біз соғысады екенбіз, көкелер арылысқа барып соғысады екен, Әріпбай айтты. Қой, қайдағын айтпа, әжең естімесін, қолыңды жу да тамағыңды іш, тым сөз құмар болма, деп ұлына жекіп қойды. Әріпбай дегені арғы көшеде тұратын ересек бала. Ибай-ау, мына бала қайдан жүр? Қой, Раушан, мен жатайын. Қайратжан күні бойы ойыннан сүрсігіп келді, деп кейуана төсегін жайғастыра бастады. Раушанның көзініп кеткен екен, түс көрді. Өсер үйге қасқыр алып келіпті. Соның ішек қарын тура төсегінің алдына алып келіп ақтарып, сарала тегенеге салып жатыр екен. Бір түсі суық еркек Мәзінбайға ұқсайды, әскери киім киген келіп. Өсер, сені военком шақырып жатыр, алдыма түс, деді де қаруын кезеніп үйден айдап алып шықты. Апасы Өсердің бар киімін түйіншекке буып, бас киіміне дейін қалдырмай қолтығына тығып беріп жатыр. Өзі жайшылықта жылауық кемпір ғой, жыламады. Қабағы тасқа толы болды. Кебініңді алып кет, дейді. Раушан жылап енесінің аяғына оралып жерде жатыр. Маңайы былжыраған жаңа қасқырдың қаны. Апа, Өсерді дұрыстап шығарып салайықшы, деп жылайды. Өсер әскерийдің алдында кетіп бара жатты да бір кезде артына қарай жүгіріп келіп, қанның ортасында жатқан Раушанды орнынан тұрғызып алып жетектей жөнелді. Сол кезде енесі етегіне оралып, кетпеші, кетпе, деп жалынып жылады. Раушан не еріне ерерін, не енесімен қаларын білмей дал болды. Сонда да Құдай қосқан қоса ғой.
соны қимай енесінің жылағанына қарамай өсермен қол ұстасып қыр асып кетіп бара жатып оянып кетті. Келіншектің денесі түршігіп оянды. Түнгі тыныштықты тыңдады. Тарғыл төбе даусын жаппай үреді. Өсер әлі жоқ. Манағы түсі тап бір болған оқиға сияқты көңіліне суреттей басылып, көкірегінде сөздер сайрап тұр. Түрлі түсті, қаны қызыл, киім-кешектері қаралы, төсектің сейсебі ақ, жастығы қысыл дегендей сөздерді саңқ-саңқ естіледі құлаққа. Аян беретін түс деген, айтқаны келетін түс деген осы шығар деп ойлап, зәресі зәр түбіне кетті. Өмірінде мұндай анық та қанық түс көрмепті. Ол неден аян беріп тұр, Аллам-ау, таңертең апама жорытайыншы деп ойлап жатқан да сыртқы есіктің ашылған сықыр естілді. Келіншек төсегінен атып тұрды да есікке ұмтылды. Өсер екен. Сыртқа жеңіл шапан іліп, етігін шешіп босағаға қадырлап қойды да ішке өтті. Не болды, қорқып жатсың ба? Жұлдыздыға барып халыққа естірттік. Жағдайды түсіндіріп, соғыс жағдайына орай ұйымдастыру шараларын жүргіздік. Ертеңнен бастап бозбаларды военкоматқа шақыра бастайды. Әскерге алу үшін деп сөйлеп жатып бөлмеге қарай жүрді. Тамақ ішпеуші ме ең, деді келіншек. Жоқ, тоқпын. Елден келдім ғой, дейді де жата кетті. Раушан таңертең түсі көңілде сайрап тұрса да апасына жортуға жүрексінді. Іші сезеді, жақсы түс емес, бір сұмдықтың хабаршысы. Өзі іштей жорыды. Сол жорығаннан ойға алуға да қорқады. Ойламауға, еске алмауға тырысты күні бойы. Балалары жасырмағанымен суық хабар жата ма? Әсиқа шеше көршілерінен естіді сұмдықтың басы көрінген. Заман енді тыншынды ма? Енді аузымыз аққа тиіп, құлағымыз жастыққа тиді ма деп едік. Тыншымады бұл заман. Тағы соғыс басталды. О, жаратқан, немізді көп көрдің, деп есіктен зарлай келді сол күні. Бір жеттен соң, әлгі әріпбайдың соғысқа алғалы жатыпты деп келді мұңайып. Келесі айда Жұлдызда Нұрқаділ ағалары. Біздің Бекжанды военкоматқа кеше ауылдағы 3 баламен алып кеткен. Өсер екеуміз бүгін аттанғанын көрейік деп келдім, деп көңілі пәсейіп келді. Содан көп кешікпей Өсерге де кезек келді. Раушан, апама бірдеңе етіп айтайық. Мен бүгін военком шақырып алып, әскерге алынып жатқандар кілең ауылдың сауаты жоқ балалары ғой, көріп жатырсың. Соларға советтік идеологияны жүргізетін, патриоттыққа үндейтін сен сияқты білімді жігіттер керек боп тұр, деді. Мені әскерге шақыртып жатқанын түсіндім де оларға айтқызбай-ақ. Қашанда отаныма қызмет етуге әзірмін. Бүгін бар десеңіз, бүгін кетем соғысқа деп уәде беріп келдім. Раушан ештеңе айта алмай, көзі боталап, үнсіз жылай берді. Аналарына қалай жұқалап жеткізсе де естігеннен зар илей жөнелді. Екі әйел екі жақтан жылай берген соң Өсер еркекше сөз бастады. Апа, мен туғанда ел қорғайтын ұл болады деп қуандыңыздар көкем екеулерің. Міне, ел қорғайтын күн осылай туады. Жұрттың бәрінің еркек балалары майданға аттанып жатқанда, менің жаным солардан артық па? Раушан бар жаныңызда. Қайрат деген батыр міне өсіп келе жатқан. Тағы немере күтіп отырсыз. Сабырға келіңіз. Ақылыңыз көп еді ғой, деп аяғынша балаша алдады. Шілденің ыстығында Қарқаралының военкоматының алдындағы құжынаған халықтың ортасында Раушан мен енесі жүрді. Кішкентай Қайратты қолынан қысып жетектеп. Раушанның жылағаннан бота көздері қызарып, беті домбығып ісіп кеткен. Әсиқа шеше тіпті әбіржулі. Қолынан жетектеген немересінен айырылып қалмайын деп тас қып қысып алған. Екі көзі алақтап әр есікке қарайды. Түске жақындағанда Өсер бір есіктен шыға келді. Апа, Раушан, деп алыстан байқап. Екі әйел балаларын сүйрей жүгіре басып ұмтылды арысына. Қазір біздерді полуторкеге салып алып кетеді. Содан Қарағандыдан батысқа қарай пойызға отырғызады екен, деді де келіншегімен анасын қосарлай құшақтап, бауырына басып, кезек-кезек маңдайларынан сүйді. Раушан күйеуі майданға кетем дегелі сөз таусылып қалғандай аузына сөз түспейді, тек жылай береді. Анасы болса да қанша күннен бері жалғызын арғы бергідегі әруақтар мен әулиелерге тапсырып, зарлай жылап келе жатқан. Бүгін келгеніне көрсеткен сабыры ма тас түйін болып алған.
өсер екеуінің көңілін одан әрі босатпайын деп тым қимастық сөздер айтпады. Тек қайратты көтеріп тұрып: «Апа, немістер қашанғы соғысар дейсің сонау жер түбінен келіп? Ертең-ақ қарны ашып, шаршап жеріміз тыстай қашады. Біз бәріміз жұмылып көптігімізді көрсетсек қорқады. Сендер мында бір-біріңе ес болыңдар. Қайратты өсіріп, мен оралғанда оның інісімен көбейіп алдымнан шығыңдар», деп бір-біріне аманаттап жатты. Аулаға қара темірден құрсауланған полуторка деген мәшине келіп тоқтады да одан бір әскери түсіп: «Әскерге алынатын азаматтар сапқа тұрыңдар», деп дауыстады. Ортаға 10 шақты жігіт шығып сапқа тұрды. Одан соң бастықтарының тағы бір жарлығымен мәшинеге секіріп мінді. Шығарып салушы жұрт шу-шу етеді. Әйелдер жағы дауыс салып жылап та жіберді: «Ал жақсы, жеңіспен жүздесейік, хат жаз, күт» деген сияқты қысқа-қысқа қоштасу сөздері айтылуда. Бір-біріне аманаттайды, қолдарын бұлғайды. Қозғалған көліктің соңынан жұрт бірге қозғалып барады. Өсер де күн қағарын бұлғап ортада кете барды.